біл, өз тіліңді құрметте. Сәлеметсіздер, бүгінгі біздің тақырыбымыз өзге тілдің бәрін өз тіліңді құрметте, және біз жақтаушы топпыз. Менің ойымша тек қана бір тілді білген дұрыс, себебі өзге тілден бұрын алдымен өз тіліңді барынша жетілдіруіміз керек деп ойлаймын. Бір тіл бізге керек және оны қолдану дұрыс деп ойлаймын. Мысалға, өзбек мемлекеттерінде, Өзбекстанда тек қана бір тілі, өзбек тіліне ғана сөйлейді және ол тілдар деп тек қана өзбек тілінде жазылады. Сондықтан да сол елдің экономикасы қатты дамып келе жатыр. Сондықтан да Қазақстанға да бір тілде ғана сөйлеу керек. Бірақ тілді білген дұрыс емес деп ойлаймын. Себебі басқа елдерге баратын болсақ, ол жерде еркін сөйлеп, аудармашының көмегінсіз сөйлей аламыз. Екінші спикер. Және де біз өзіміздің болашағымыз үшін, мысалы, басқа шет елдерге оқуға түсетін болсақ, ол кезде біз сабақ оқыған кезде, мысалы, ешқандай аудармашыда және смартфондағы бағдарламалар да бізге, мысалы, ұстаздар айтып жатқан әрбір сөзін дұрыс және тура мағынасында түсіндіріп бере алмайды. Және де егер біз тек қана өз тілімізде ғана сөйлейтін болсақ, біздің сөздік қорымыз дамымайды. Өте жақсы. Егер де біз ең алдымен өз тілімізді білмейтін болсақ, біз басқа тілді, ешқандай тілді білмейтін боламыз. Мен жақтаушы командадан айтқан сіздермен келіспеймін. Яғни, мысалы, мен қазіргі 21-ші ғасыр болғандықтан бізге барлық тілді білген дұрыс. Егер біз Қазақстанда тұрамыз деп, тек қана қазақ тілінде ғана сөйлейтін болсақ, онда өзіміздің болашағымызға өзіміз балта шапқан болып есептелеміз. Себебі қазір мемлекетіміз дамып жатқандықтан, жас мемлекет енді дамып жатқандықтан, мысалы біз ертеңге өсеміз, өнеміз, оқимыз, ақшамыз бар, басқа шетелге оқуға түсуге барған мүмкіндіктеріміз бар, тек қана ол елдің біз тілінде сөйлей алмаймыз. Сондай кезде біз өзіміздің тек қана қазақ тілін оқығанымыз үшін өзіміздің болашағымызға балта шапқан боламыз. Біз пікірталасқа қаншалықты қарсы топ болсақ та, біз шын өмірде жан достармыз. Өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте.